достар, Адина Мадира тағы да сендермен бірге. Достар, біз көп ойландық қандай видео түсірейік деп. Тіпті біз өзіміздің инстаграмымызға опрос жасаған болатынбыз. Сосын біз Мадина екеуміз бір шешімге келдік. Біз бүгін кукинг түсіретін боламыз. Ол жай ғана кукинг емес, біз оны екі қолмен ғана түсіреміз. Қазір бізде 4 қол, екеуміздің саналғанда. Біз осы кукингті екі қолмен ғана түсіретін боламыз. Яғни Адина өзінің бір қолымен жұмыс істейді, ал мен өзімнің бір қолмен жұмыс істейтін боламын. Осы екі қолды біз байлап қоятын боламыз. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Достар, алдымен біз қолымызды байлап алу керекпіз. Біз оны қарапайым резинкалармен бекітетін боламыз. Және бұл екі қол мүлдем жұмыс істемейді. Осылай істеш. Екі резинка бола берсін. Міне. Бұл қол мүлдем жұмыс істемейміз, біз оларды осылай қойып қоямыз. Жұмыс істейтініміз тек қана осы қолдар. Ал бастайық. Достар, айтпақшы, біз бүгін блинчиктер істейтін боламыз. Достар, біз ең бірінші жұмыртқа, тұз және де қант қосатын боламыз. Жұмыртқаны стар. Аш. Мен? Екеуміз ашамыз. Бізде командный дух. Енді екіншісі. Мен. Стар. Все. Ал стар. Не? Тұз ба? Тұз. Қанқа құсап кетті. Кішкене. Сосын не керек тағы да? Қант. Қант біз бір кішкентай қасықпен салатын боламыз. Шай қасықпен. Көп сал. Жеткілік деп ойлаймын, Сосын осының бәрін араластыру керек. Блендермен. Достар, кім білмейді, біз блендерден өте қатты қорқамыз. Біз оны инстаграмда да айтып кеткен болатынбыз. Жоқ. Оны тоққа қосу керек. Ой. Все. Мынау қолмен болмайды. Алшы, мына жерге қарай. Нені? Блендерді. Давай сен мына қолмен істейсің, сенде оң қолмен жұмыс істеу оңайырақ. Міне, болды жеткілікті. Осындай бізде тесто шығу керек. Тесто. Енді келесі. Ал енді біз сүт қосатын боламыз. Сүттің жарты литр, яғни 500 миллилитр. Оның бірінші жартысын 250 миллилитрін қоямыз. Сосын ұнды себеміз, сосын бірақ сүттің бәрін қоятын боламыз. Енді ұнның осындай ыдыстың жартысы. Бізде 200 грамм керек. Достар, біз осы ұнды әзер салдық. Жетет деп ойлаймын. Қазір Мадина араластыратын болады, мен Мадина бірге сүттің бәрін құйып жіберем. Жоқ. Бірақ мен ойымша тым сұйық болып кетті. Сол үшін ұнды қосу керек кішкене. Міне дайын. Біздің тестамыз дайын. Қазір ең қиыны басталады. Ол сковородкаға оны пісіру. Міне достар, бізде осындай арнайы блинца бар. Ол антипригарный. Ал қыздырайық. Айтпақшы достар, газбен өте абай болыңдар. Бізде абай болақ, өйткені біз екі қана қолмен жұмыс істейміз. Ал май қояқ кішкене ғана.
Кішкене ғана. Мадем, қараш, менің қолым қалай қызарып кетті. Менікі тоже сондай. Ұрс. Қосатып боламын, иә. Аладдин айналдырып қалғандарын істейді. Иә, осылай көтеп айналдырам. Бізде бірінші блинчик осындай болып шықты. Ары қарай әдемі болады деп үміттенеміз. Иә. Міне достар, біздің блинчиктеріміз дайын. Өкінішке орай сендерге камера осындай тамаша иісті жеткізе алмайды. Ал біз оны қазір, біздің блинчиктерімізді қазір әдемілеп бүктейтін боламыз. Иә, ол үшін біз басқа тәрелкені аламыз. Және кешке ата-анамызға осындай керемет блинчиктермен шай ішетін боламыз. Міне біздің екінші блинчигіміз осындай кішкентай болды. Шынымызды айтсақ, блинчик істеу өте оңай. Бірақ біз бағана жарты еттік. Біз үшін ол өте қиын болды, өйткені біз екі қолмен ғанамыз. Иә. Шынымды айтсам, маған өте оңай болды. Бір қолмен жұмыс істеуге. Біз ойладық, оның бәрі өте қиын болады, бірақ дайындау оңай болды, пісіру кішкене ғана қиын болды. Достар, қалғандары ыстық. Сондықтан біз өзіміздің видеомызды аяқтаймыз. Сендерге осы видео ұнады деген үміттеміз. Лайк басына, комментарий жазыңыздар және каналға тіркеліңдер. Сендермен бірге болған Аладдина, Мадина, тез, бай-бай.